Инстадан, тиктоктан қыздарға жазсам көне істеп берем тегін деп ешқайсысы көнбейді. Не істеу керек сонда? Қыздар, шөмішбек тегін көне істеп жатыр екен, жазыламыз, по запису немесе живая очередь деп очередьте тұру керек па? Тем более сен танымайды, сен маньяк шығарсың, ауру шығарсың былай айтқанда. Тем более сен тегін істеп берем деп жатсың. Ақша десең, онда түсінуге болады. Көне істеп берем, үстінен 50 мың теңге берем десең, онда ойлануы мүмкін. Барсам бекен, бір жағынан кайф алам, екінші жағынан 50 мың теңге алам деген сияқты, онда ойлануы мүмкін. Ал ақша бере алмайсың ба? Онда объявлениеге бергін. Коничок есімім, көне істеймін. Құрбыңды ертіп келсең де болады, групповой келсең де болады. Квартира өзімнен от души көне істеп берем. 2-3 сағаттан бір адамды қабылдаймын десең, онда келіп қалуы мүмкін. Енді арасында бір жындылар болады ғой, енді былай айтқанда. Жыбырлап жүрген, ұйықтай алмай, түн ұйқысы 4 бөлініп, көнеді ойлап жүрген қыздар келіп қалуы мүмкін.